Қойынбаевпен Нұрлан Қойынбаевпен Нұрлан Қойынбаевпен Кеш қандырымызалар кешіміздің жүргізушісі Нұрлан Қойынбаев. Достар, құрметті көрермендер, әдеттегідей түнгі студиядан Нұрлан Қойынбаев және әріптестерім Ұмай тобы. Қошеметтеріңіз, біз шоуымызды бастаймыз. Құрметті достар, бүгінгі қонағымыз 1 минут бос уақыты жоқ адам. Себебі ол кісі білдей бір телеарнаның директоры, күнде тікелей эфирге шығатын бағдарламаның тележүргізушісі. Соған қарамастан бүгін түнгі студияға қонаққа келуге келісімін берді. Сонымен қарсы алайық. Ләйла Сұлтанқызы. Ләйла Сұлтанқызы, елімізде ең мықты тележүргізушісі. Уақыты мүлдем жоқ. Біз ол кісінің қазір қай жерде екенін мен білемін. Ол студияда дайындалып жатқан шығар. Әсет, сен менімен жүр. Кеттік. Ләйла ханым, кеш жарым. Ой, сәлем Нұрлан, қалғалай. Әйел бақыты бағдарламасының студиясына қош келдім. Қош келдің. Керемет студия екен. Түнгі студияға келмейсіз ба? Күндіз болады ғой, сендердің түнде болғаннан кейін сендерде түннің атмосферасы. Сондықтан біз түнгі студия бағдарламаса қазір сізді шақырып отырмыз. Барамышын көңілмен барамыз. Сіз қазір сценарий оқыдыңыз. Сценарий, ертеңгі бағдарламада біз тағы да қандай әйел бізге қонаққа келеді екен деп отырмыз. Ертеңгі бағдарламаның сценарий ертең оқимыз. Бүгін түнгі студия. Жүріңіз. Жақсы, барамын. Көрермендер, түнгі студияда, қонақта Балапан телеарнасының директоры Ләйла Сұлтанқызы. Қошеметтеріңіз! Ләйла ханым, сізге алғашқы сұрақтан бастайық. Осы әйел бақыты деген не? Әйел бақыты деген, менің ойымша, ол барлық қиындыққа төтеп беру, өзінің ер азаматының көңілінен шығу, және де барлық кезде сабырлық таныту, кез келген жағдайда. Сонаған әйел деген? Ер азаматтың бақыты деген не? Ер азаматтың бақыты деген, мен ойымша, әйелдер аз сұрақ қойса деген ең керемет бақыт деп ойлаймын. Дұрыс қой? Құрметті көрермендер, Ләйла Сұлтанқызы Балапан телеарнасының директоры. Сондықтан бізде қазір сізге бір керемет сыйлығымыз бар. Мінекей кішкентай Балапан. Балапан арнасына қанша жыл болды? 3 жыл болды ма? Бұл кішкентай болады онда. Неге? Жоқ, бұл кішкентай. Балапан арнасына 3 жыл болса, онда... Құрметті көрермендер, Балапан арнасына 3 жыл. Егер
мысалы сіз басқа арнаның бастығы болғаныңызда басқа сыйлық болады енді. Мысалы балапан арнасына балапан. Егер мысалы көлік туралы жайлы айтылатын бағдарламаны басқарғанда біз сізге машина сыйлайтын едік. Машина сыйлайтын. Жоқ, дайын тұр машина. Күшті. Сыйлығымыз ұнады ма? Әдемі. Кішкентайында бере саламын. Жарайды. Жарайды. Осы балапан арнасы туралы айтатын болсақ, балапан арнасында қандай жаңалықтар болып жатыр? Жаңалықтар өте көп. Жылдан жылға жаңарып келе жатырмыз ғой. Енді Ләйлә ханым, барлық арналарда енді Түркияның, Корейдің жаңағы телехикаялары көрсетеді. Балапан арнасында бар ма Түркияның телехикаялары? Жоқ, бізде енді көбіне анимация ғой, мультфильмде. Ал мультфильмде менің ойымша ол белгілі бір мультфильмнің отаны жоқ. Ол жалпы балаларға барлығы бірдей, мынау әсіресе кішігірім 5-6 жасар балаларға ол барлығы жан жануарлармен байланысты. Түркияның мысығы басқа, Қазақстанның мысығы басқа емес қой, дұрыс қой, сол сияқты ғой. Біздің мыс шамал толықтау. Біздің мысықтың мұрты жоқ деп қойсай. Мұрты жоқ. Бізде тамақ көп деп айттым деген ғой, жанымызда толықтау шамал, жай жыбырлайды. Айтпақшы, мерейтой құтты болсын. Мерейтой. Биыл сіз Әділғазы болған атақты жоба Суперстар KZ-ге 10 жыл болды. Осы 10 жылдық мерейтойға қалай дайындық болып жатыр? Бір-бірімізге телефон шалып, бүгін кездесейік, бір той жаз. Бұл енді Суперстар KZ көптеген әншілерге бұл мектеп болды ғой, шыны керек. Сізде мысалға... Бірінші Суперстардан бәрі шықты ғой, Алмас, Мақпал, Айқын, Роман Ким. Сосын біздің құрама командада Гүлнар Селбаева. Гүлнар Селбаева, рас. Көптеген жақсы әншілер шықты, 12 финалисттің 50% талантты, бәрі шықты ғой. Осы енді ол кісілерге ол мектеп болды, Суперстар KZ жобасы. Сіздер енді ұстаз болдыңыздар, олар шәкірттер. Осы мектептегідей кездеспейсіздер ма жаңағы 10 жылдық деп. Ол кісілер, мен естідім, жақында Мақпал Исабекпен кездесіп қалдық. Сол кезде сол кісі айтты, біз қазір сол 10 жылдыққа 5 мыңнан жинап жатырмыз дейді. Мұғалімдерге мектепке барған кезде кілем бір жалып барады ғой, соған 5 мыңнан жинап жатырмыз дейді, білмеймін. Сөйтіп Батырханға бірдеңе әперейін деді ме? Жоқ, бәріне сіздерге 4 қазылық алқасы болды ғой. Сол барлықтарыңызда кілем ба, люстра ма, енді мектептегідей ғой енді. Сөйтіп жаңағы Мақпал Исабек бәрі 5 мыңнан жинап жатыр екен. Білмеймін, доллар ма, теңге ма, бірақ жинап жатырмыз еді. Біз енді, Ләйлә ханым, енді бұл мектеп. Біз осындай альбом шығардық. Мінекей, Суперстар KZ 2003 деген осындай альбом шықты. Біз осындай керемет альбом жасадық. Менің алғашқы мега жобам. Енді ол ұқсайды ғой, ана жақтағы. Бұл енді жаңа мектептегідей ғой енді, бұл Суперстар KZ мектепте отырмыз. Мына жерде Ләйлә Сұлтанқызы, сынып жетекшісі, Батырхан Шөкенов, мектеп директоры. Сосын Роман Райфель. Орыс тілі пәнінің мұғалімі қойсы? Физрук деп қойып. Мына оқушылар пионер сияқты бәрі. Жакетаева, Мақпал Исабекова, Дұрыс Пакатыла, Сильбаева. Барлығы үлкен сахнада басым көпшілігі. 70-80%. Өте жақсы мектеп болды. Қошеметтеріңіз Суперстар KZ жобасының алғашқы жұлдыздары. Бұлар енді талантымен көзге түсе білген ұл-қыздар, бүгін міне жұлдыздар деп ақын болып кетсең. Ал сынақтан өте алмай қалған әншілеріміз, олар қазір не істеп жатыр? Жоқ, олар 2-ші жылы Суперстарға қайтып келді. 3-ші жылы қайтып келді. Бір мысалы Қайрат Түнтековтың өзі біріншісіне де келді, екіншісінде жеңді, қателеспесем е? Екіншісінде жеңді ғой Қайрат Түнтеков? Екіншісінде жеңді ғой деймін Қайрат. Біріншісіне қатысты. Біріншісіне қатысты, екіншісінде жеңді. Солай ғой өзі. Үшіншісінде қайтып келгендер бар, төртіншісінде жеңгендер бар. Сондықтан менің ойымша тек қана жыл сайын жастары өсті дегені болмаса, сол аудитория қайта-қайта айналып келе береді. Бізде 8 жыл бардық қой бір жерге, бара бердік. Бірақ бізге енді экранға назар аударайық. Сейчас поцелуй меня, как последний раз. Ты глаза закрой и скажи, постой ты. Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Как ветер петь
И над землей лететь, но так высоко. Не отступай и не сдавайся. Тике-тике борди деля мано, дарве дарам дари торо микан. Ты небо, а я земля, скучай. Ойганы шыққан бүлдірген, қырғада өскен бүлдірген, айналайын құстар ау, қадіріңді кім білген? Ауе, сүйесің бе, бәрін тастап сен маған тиесің бе? Дири-дири-дам, дүттім, тари-дури-дам, дүттім, рүт-тири-дам, дүттім, дири-дири-дам. Жаңа сонда көрсетілген жігіт. Ол кәдімгі жұлдыз болып кетті, интернет жұлдызы. Көптеген жаңағы интернетті көптеген адамдар көреді екен, миллиондаған адам. Ол кезде интернет болған жоқ қой, енді осыншама қазіргідей дамыған жоқ. Қазір мысалы барлығы белгілі бір әлеуметтік желіде ғаламторда отырады ғой, тез мысалы. Осы Нұрлан бір жерде съемка жүргізеді екен десеңіз, 5 минуттан кейін барлығы оны біледі, иә? Кәдімгідей. Ал ол кезде ондай жоқ. Әйтеуір Ешкім түсіріп жатқан жоқ па? Одан кейін барып, ол кезде мысалы бірең сараң ғана мысалы запистер қалған. Қазірдің өзінде менің өзімде де бірде-бір сурет те қалмапты, бірде-бір видео да қалмапты. Сондықтан қазір мысалы интернет арқылы өте танымал болып жатқандар өте көп. Иә, дұрыс айтасыз. Сонда көрсетілген жігіт, мысалы, қазір жұлдыз болып кетті. Германияға, мысалы, Германияда көптеген түнгі клубтарда осы өлең ойнайды екен, мысалы. Енді жаңа диджейлер өздерінің ремиксін жасап алған. Суперстар кезетте оны байқамаған ғой. Ол жігіт қазір мындай болып кетті. Кәдімгі. Күшті? Мына жігіт қой. Иә. Тимоти ғой деймін. Иә, Тимоти. Сол қазір Forbes журналына кетті бұл жігіт. Кәдімгі жұлдыз болып кетті. Дұрыс қой. Енді бір қазақ сұлу керек қой. Лейла ханым, біздің электронды поштамызға көптеген хаттар келеді. Сол хатқа көңіл аударсақ. Бірінші сұрақ, Лейла ханым, балаларға арнап балапан телеарнасын аштыңыз. Қыз келіншектерге арналған әйел бақыты бағдарламасын аштыңыз. Енді ата-әжелерімізге арнап бір бағдарлама ашу жоспарыңызда бар ма деп сұрапты бір көрерменіміз. Дұрысын қалай, ғой? Құрметті көрермендер. Мен ашқан жоқпын. Мен кінәлі емеспін дегенде болды ғой, тура. Жоқ. Бұл 2010 жылы 27 қыркүйекте елбасының тікелей тапсырмасымен ашылған кабельдік арна. Үлкен кісілерге арналған бағдарлама ашу ойланатын нәрсе екен. Екінші сұрақ, сәлеметсіз бе, Ләлә әпше? Оңтүстіктен ғой деймін. Қай жақтан екенін түсіндік. Мен сізден ақыл сұрайын деп едім. Менде биыл оқу бітіремді. Соған әкем журфакқа түс дейді, журфакқа. Анам күйеуге шық дейді. Ал інім мамам дұрыс айтады дейді. Миым ашып кетті, айтыңызшы, не істейін дейді. Шынын айтқанда, ол қыз баласының үлкен бірден-бір міндеті ғой өміріндегі. Ана атану, тұрмысқа шығу, сондықтан мен де інісінің айтқанына қосылар ем дейсің да. Ләйлә ханым, біздің бағдарламаға келген қонақтармен міндетті түрде біз бір ойын ойнаймыз. Ең қорқатын осы, Нұрлан, шын айтайын, мен өзім бұл бағдарламаны жиі көрем. Енді өте бір ыңғайлы уақытта қойылғанда, содан кейін жиі көргенде, ай, осы жол қандай ойын болады екен, ай, содан жаңа келе салып сұрап жатырмын ғой, Нұрлан, не болады? Енді ол әрбір бағдарламаның құпиясы ғой, айтуға болмайды, мысалы. Әрине. Енді ойын ойнауға дайынсыз ғой. Бір жағынан қорқыпты отырмын, иә? Енді балапан бізде жаңағы... Тақырыпсы балалар жайында болады. Білмедім, оны біз міндетті түрде қазір осы ойындарды ойлап шығаратын әртүрлі ойындар ғылым докторын шақырамыз. Сонымен құрметті көрермендер, қапалайық. Ойын шартын түсіндіре кетейін. Мұна менің қолымдағы 3 тақтайшада жұлдыздар бар. Бірінде эстрада жұлдыздары, яғни әншілер. Екіншісінде кино жұлдыздары, яғни актерлар, актрисалар. Үшіншісінде теле жұлдыздар, өздеріңіз сияқты теле жүргізушілер. Алдымен таңдау жасап алайық. Ләйлә ханым, сізден бастасақ. Телеарнада істейтіндер дейікші, өйткені өзімнің әріптесім. Теле жүргізушілер. Теле жұлдыздар таңдадыңыз, иә? Жарайды, келістік. Нұрлан мырза, сізге қандай тақырып?
Маған эстрада жұлдыздарын беріңіз. Эстрада жұлдыздар. Онда сіздерді... Әнші қыздарды беріңіз. Сіздерді мына жақ... Сіздер көп әңгімелесесіздер ма? әлде не? Біз деген... Сіздерді шақырамын, қошеметтеріңіз болсын. Екі жаққа бөлініп тұрсаңыздар. Бөлініп. Яғни бүгін ойынға түсетін теле жұлдыздар және эстрада жұлдыздары. Ойын шартын тағы да әрі қарай түсіндірсем, рұқсат етсеңіздер. Бұлай болады. Қазір мына мысал келтіре кетейін. Тұңғышбай Жаманқұлов ағамыз суреті тұр. Бұл ойынға қатыспайтын жұлдыздар. Маңдайларыңызға қоясыздар. Бұлай. Сөйтесіздер де сұрақ қоясыздар. Сұрақ. 10 сұрақ қоясыздар. Және сұрақ, я және жоқ деген жауаптарға сәйкес келу керек. 10 сұрақ. Ойын шарт түсінікті ғой? Сонымен бастаймыз. Қошеметтеріңіз болсын. Бірінші болып Ләйла ханым бастаса деп ойлап отырмын. 10 сұрақ қоясыз. Келістік қой? Ұстайсыз. Бір қолыңызбен халыққа көрсетесіз. Айтпаймыз. Сыбырлайды жаңа. Иә, мен көріп тұрмын. Мен сұрақ қоямын. Сіз Нұрлан қоясыз. мырзаға қоясыз. Ер азамат, әйел? Әйел. Әйел. 20-ға дейін, 30-ға дейін, 40-ға дейін. Бірінші, 20-ға дейін. Жасы? Сіздің 5 сұрағыңыз. Тұра тұрыңыз. Екінші сұрақ қой, екінші сұрақ. Мынандай жастан асқан ба, әлде аспаған ба десеңіз, иә? Жасты бір рет айтың. Білмеймін ғой, ойын, доктор, сіз ғой. Орта жастағы ма? Жоқ, жастау. Жастау. Қазақстан ұлттық арнасында қызмет жасайды ма? Иә. Жаңалықтар қызметінде жұмыс жасай ма? Жоқ. 4 сұрағыңыз кетті. Ойлану керек. Ойлану керек. Қазақстан ұлттық арнасында жүргізетін болса, иә? Жүргізет деді ғой, Иә. Жоқ. Жүргізет. Тележүргізуші. Тележүргізуші. Ұлттық арнасы. Қазақстан. Жас қыз. Енді сен орта жастағы ма дейінім жоқ дедің, жас дедің ғой, жас қыз демек. Енді жас болғанда 16 емес? Енді 25-тің о жақ бұл жағы. Иә, 25. Бізде санала береді, 25 жас бұл. Өте атақты тележүргізуші, мен сүйікті тележүргізушім. Жаңалықтар жүргізбейді деді. Жоқ. Сізде 5 сұрақ кетті. Енді 5 қана сұрағыңыз қалды. Ай, бесе бар екен ғой. Тарихын сұрасаңыз болады. Былай жасады ма, мынандай да не қылды ма? Тек қана я. Қай жерде жұмыс жасады, қай жерде қызмет жасады, оған дей. Оған дейін ба? Алматы қаласында. Барлық телеарналар Алматыда болды ғой? Алматыда жұмыс жасаған. Сізде 4 қана сұрақ қалды. Қыз баласы, жасы 25-ің о жақ бұл жағы, дұрыс қой. Жаңалықтар жүргізбейді, демек ол таң шолпанды жүргізуі мүмкін. Болмаса әйел бақытын жүргізуі мүмкін. Менің қасымдағы бірге жүргізетін қыз емес пе? Әйел бақыты бағдарламасы, иә. Әйгерім! Жоқ, сіз толық нұсқаны 10 сұрақты қойып бітпейінше жауап бере алмайсыз. Немесе дәл осы жерден шорт кесіп келсем салмағы шамамен 45 пен 50 килограммның ортасында ма? Білмеймін. Я немесе жоқ дейсіз. Белі қылдай ма? Жоқ. Екі ғана сұрағыңыз қалды, Ләйла ханым. Енді дұрыс қой, менің қасымда бірге жүргізіп, бірақ қыз бар, қасымдағы одан кейінгісі әйел. Үлкенді. Қара шашты ма? Жоқ. Жоқ. Сендер өздерің шатасып тұрсыңдар ғой, жігіттер? Жоқ, біз көріп тұрмыз ғой. Жоқ. Бір ғана әйел бақытын жүргізе ма десем, иә дейсіңдер. Иә, дұрыс айтасыз. Әйгерім емес. Ләйла ханым, бір ғана ұтымды сұрағыңыз қалды. Ой, онда жігіттер 45 пен 25 жас аралығын ажыратамайды ғой деймін жалпы. Ләйла ханым, сізге бір сұрақ қою керек. Кімді? Нақты әрі. Әйгерім Есенәлі ме? Жоқ, дұрыс емес. 10 сұрақта дәл осы жерден аяқталды. 1, 2, 3 көрейік. Фотошоп. Ал, Нұрлан мырза, сіз дайынсыз. Мен жасымды сендер қателестіңдер ғой. Кеңіз таңдайық. Екеуміз бірге таңдайықшы. Мен қателестім. Мен айта алмаймын ғой енді. Нұрлан мырзасынан ба? Көбісі қиын ойын екен өзі. Нұрлан мырза, дайындалыңыз. Біз ақылдастық. Ол әншілер ғой? Сіз әншілер таңдадыңыз, яғни сол кісілер.
халыққа бір көрсетіп қойсаңыз. Елімізге мега танымалдар жұлдыздар. Ойын шарт түсінікті ғой, Нұрлан мырза сізге, иә? Жоқ, олай болмайды. Болмайды? Сұрақ қойыңыз, 10 сұрақ, иә және жоқ деген. Ер азамат? Жауаптарға сәйкес келу керек. Бірінші сұрақ, ер азамат. Тойда гонорар қанша? $15,000 жоғары. 15 $3 адам қалды ма менде? $15. Мен емес. Сөзім 15. Жарайды. Қызылордадан ба? Иә. Енді Қызылордаға ішіне кіріп есептейді. Көше, үй. Қызылордада кім айтпай $15,000 тауып жүр? Жеңіс ағамыз. Қымбаттау айту керек еді? Негіз одан да қымбат дейді. Ол кезде бір адам қалушы еді. Түсініп отырмын, бір екі сұрақ. Енді сен созын қыра, енді әлі қанша? Үш-ақ сұрақ қалды. Үш-ақ сұрақ қойды. Қойды? Қойды, иә. Ой, фантазия. Қайнеке? Гүлдер ансамбліне қатысы жоқ қой? Жоқ. Суперстар KZ жобасына қатысы бар ма? Болған. Бола ма не? Иә, жоқ қой. Иә. Иә. Батырхан Шүкенов. Өте дұрыс, өте қарыс. Қанша табатынын біліп қойдым. Бірақ сіз көп жеңілдіктер жасадыңыз. Меніңше, құрметті көрермендер, менімен келісетін шығар, бұл жай ғана дайындық ретінде болған сияқты мүмкін қиындатамыз. Сонымен жеңіске жетуіңізге тілектеспін. Енді түсіндім. Сіздің тақтайшаларыңыздан алдым. Жоқ, бұл сізге емес. Сіздің тақтайшаңыздан алдым. Тележүргізуші. Қошеметтеп қойсаңыздар болады. Тележұлдыз деп айтуға болады. Сізді мұнда шақырамын. Көрген жоқсыз. Маңдайымы жасыр мұндайсыз. Көрдіңіздер ғой? Иә. Ер азамат па? Иә, ер азамат. Гонорары 5.000-нен төмен бе? Жоғары, мен ойымша. Жоғары. Әрі жүргізеді, әрі бағдарлама жүргізеді, әрі өлең айта ма? Айтпайды ой. Енді үйінде айтатын шығар? Я, жоқ. Жоқ. Яғни өлең айтпайды? Иә. Ресми түрде айтпайды, бірақ үйінде айту мүмкін енді. Иә, үй жинап жүр. Иә, үй жинап жүр енді. Еркек дедік па? Иә, ер азамат, өте танымал кісі. Жасы 30-ға дейін бе? 30-ға дейін бе? Жоқ. 30-ға толмаған әлі? Асқан. 30-дан аса асып қатты асқан жоқ қой деймін соған қарағанда. Иә. Иә. Сіз сұрақтар даямайды екенсіз, алтау. Жоқ, шамамен үнемі түрлі ғаламторға суретке түскенде ауыз ашылып тұра ма? Байқаңыздаршы, сурет сондай ма бұл жігіттің? Жоқ, бұл жолы... Ауыз жабық па? Жабық. Көз ашық. Көз ашық, көкірегі ояу жігіттің бірі десей? Көз ашық. Жарайды. 7 сұрақты қолдандыңыз. Есімі 5 әріптен тұрады ма? Жоқ, 8 әріптен тұрады. Айтуға бола ма? Жоқ, олай айтуға болмайды негізі. Енді айтып қойдың ма? Айтып қойдыңыз енді. 8 ғой, е? Және 8 сұрақ қолданып қойдыңыз. 2 сұрақ қалды. Сіз ол кісіні танисыз, өте керемет кісі. Бір жеңілдік қолданса бола ма? Иә, болады. Бір концертте бірге жүргіздіңіздер деп айтсам. Болады, иә. Осы жерде мен... 30-дан жаңа асқан. Иә, айтпаймын. Жоқ, 30-дан асқанда енді 31 емес. Сізде 39-да шыды. 2 сұрақ қалды. Ләйлә ханым, сізде 2 сұрақ жақсылап мықтап Зал, тұрып ойланамыз. көмектесіңдер. Енді атын айтпасаңдар да... Нешеде? Көбінесе қай арналарда Иә, жүреді? қай арналарда? Жоқ, ұлттық арнада қызмет жасайды ма? Мен жалпы ұлттық арнадан басқа арна Жоқ, көрмейді. ресми түрде жұмыс жасамайды. Сонымен жауап? Жанатбек. Иә. Сонымен дәл осы жерден тәмамдаймыз ғой деймін.
Сізге көп рахмет. Әртүрлі ойындар ғылымының докторы Бижанов Дәулет, қошеметтеріңіз. Көп рахмет сіздерге. Бүгін түнгі студия қонағы Ләйла Сұлтанқызы, қошеметтеріңіз. Ертең кездесеміз.